Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін өте нәзік болып шығатын дастарханның гүлі болатын салат жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Жасауларыңызға кеңес беремін. Ал бисмиллах деп бастайық. Керек заттарымыздың барлығын алып аламыз бірінші. Одан кейін осындай салат жапырақтарын қолменен осылай үзіп шығатын боламыз. Барлығын бір көлемде алып үзіп шығыңыздар. Кескеннен көре осындай үзіп шықсаңыздар өте керемет болып шығады. Одан кейін балғын қиярымызды турайтын боламыз. Бұны да барлығын бірдей қылып, бір размерде осындай үш-бұрыш қылып турадымен барлығын осылайынан турап алатын боламыз. Өте дәмді салаттардың бірі болады. Осылайынан бір керкі қылып турап алатын боламыз. Одан кейін қызанағымызды тураймыз. Барлығын осылай салып отырамыз. Қызанағымызды осылайынан алып үш бұрышты қылып турайтын боламыз. Өте дәмді салаттардың бірі болады. Жасап көрсеңіздер, қонақтарыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Бұны да ыдысымызға салып, одан кейін жұмыртқамызды тураймыз. Жұмыртқаны да дәл солай қылып, үш бұрышты қылып турайтын боламыз. Одан кейін колбаса қоссаңыздар да болады, тауықтың етін қоссаңыздар да болады. Мен колбаса қостым. Оны да колбасамызды үш бұрышты қылып турап алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, мен үшін өте маңызды болады. Бұны да осылайынан барлығын турап, ыдысымызға салып, кішкене жүгері қосып жібердім. Мен мына жерде үйде бар жүгерімізді қосып, одан кейін майонезімізді қосып, барлығын араластырып алатын боламыз. Кішкене тұз салып жүрсеңіздер де болады. Барлығын осылайынан майонезіміз бір-біріне сіңгенше осылай араластырып алатын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шығады. Мінекей. Қараңыздар, өте әдемі салат, тойымды әрі жеңіл салаттың бір түрі. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Бибайша. Келесі кездескенше сау болыңыздар.